Балалар 9 класс бойынша 0,5 есепті шығарайық. Теңдеудің түбірлерін табыңыз дейді. Біз дискриминант квадраттық теңдеуді білеміз және дискриминант арқылы шығарамыз, иә. Ал осыдан дискриминант табайық. Дискриминант дегеніміз мына -5-тің квадраты, -5-тің квадраты, -4 көбейтілген 2 ас, 4 асы ғой 2 көбейтілген -3. Тең, қараңыздар, -5-тің квадраты 25, -пен минус плюс болады, 4-ті 2 көбейтсек 8, 8-3 көбейтсек 24. Көбейтіндісі 49. Енді x1-ді табайық. x1 дегеніміз минус v ғой 5 плюс түбірасты 49, яғни 7-ге тең, 49 7-дің квадратына. Бөлімде 2 көбейтілген 2 болады. Яғни бөлімінде 4, алымында 12 тең 3-ге тең. Келесі x2-міз минус 5 минус 7 бөлімге 2 көбейтілген 2. Бұл дегеніміз 4-тен 2, алдына минус таңбасы бар, 5-тен 7 алсақ минус 2-ні береді. Бұл дегеніміз минус 2-ден 1-ге тең. Түсіндік па? Келесі екіншісінде балалар бұл қайдан шығатыр деп ойласаңыздар, мынаны бір түсіндіріп жіберейін, қараңыздар. Бұл квадраттық теңдеу, яғни ax квадрат плюс vx плюс с тең 0-ге осындай түрде берілу керек. Дискриминант табу үшін v квадрат минус 4 асы осы формуламен шығады. x1 және x2-ні табу үшін x1 дегеніміз минус v плюс түбірасты дискриминант бөлінген 2а мен шығарылады. Ал x2-міз минус v минус түбірасты дискриминант бөлінген 2а мен шығарады. Түсіндік па? Осы формуламен жаңа біріншісін шығарғанбыз. Енді екіншісін шығарайық. Қараңыздар, дискриминант минус 3-тің квадраты, бұл v-мізде v-ға тең ғой. Минус 3-тің квадраты бізде 9 минус 4 көбейтілген 3 көбейтілген 1. Яғни 9-дан 12 алсақ минус 3 шығады. Дискриминант теріс болса, онда шешімі жоқ деген сөз. Түсіндік па? Үшіншісінде қараңыздар, дискриминант 8-дің квадраты 64 минус 4 еселенген 3 көбейтілген 5. Енді қараңыздар, 3-ті 5-ке көбейтсек 15, 15 4-ке көбейтсек 60, 64-тен 60 алсақ 4 шығады. Енді x1-ді табайық. x1 дегеніміз минус 8 плюс 2 бөлінген 2 көбейтілген 3. Бұл дегеніміз минус 6, минус 8 плюс 2 қосақ үлкеннен кішісін айтамыз, 8-ні 2 айтамыз 6, минус таңбасын жазып қоямыз, минус 6 шығады. Бөлімде 2-ді 3-ке көбейтсек 6, яғни минус 1-ге тең. x2-ні табамыз. Минус 8 минус 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 болады бөлімінде. 2 минус қосылып есептеледі, минус жазылады, 8-ге 2 қоссақ 10, 2-ні 3-ке көбейтсек 6. Бұлар қысқарады, минус 2-де 2-ге қысқарады. 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады, 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. Яғни минус 1,3-тен 2 шығады екен. Келесі төртіншісінде қараңыздар, дискриминант 9-ның квадраты 81 минус 4 көбейтілген, бізде a-мыз 1-ге тең жазылмайды, одан кейін минус 22-ге тең. Бұл дегеніміз 81, 2 минус қосылады, плюс болады, 4-ке 22-ні көбейтсек 88, екеуінің қосындысы 169-ға тең. Енді x1-ді табамыз. Минус 9 плюс 169 дегеніміз 13-тің квадраты бөлінген 2а. a-мыз 1-ге тең, сонда 2-нің өзі болады. Тең. Минус 9 плюс 13 4-ті береді, 4-ті 2 бөлсек 2-ге тең. Келесі x2-міз минус 9 минус 13 бөлінген 2. Бөлімін 2-ні жазып қоямыз. 2 минус болған кезде минус таңба жазылып, екеуі қосылып есептеледі 22. Минус 22-ні 2-ге бөлсек минус 11-ге тең болады екен. Үшіншісінде дискриминант 9-ның квадраты 81. Азайтылған 4 көбейтілген 5 көбейтілген 4. Міне 4а және с-ның көбейтіндісіне тең. 4 5-ім 20, 24-ге көбейтсек 80. 81-ден 80 алсақ 1-ге тең. Енді x1 минус 9 плюс 1 бөлінген 10 тең минус 10, 9-дан 1 алсақ 8 шығады. Бұл дегеніміз минус 5-тен 4-ге тең. Келесі x2-міз минус 9 минус 1 бөлінген 10. Яғни
минус таңбасы алда шығады. 9 мен 1-ді қоссақ 10, бөлімінде 10 тең минус 1-ге тең болады екен. Келесі 60-сында дискриминант 11-дің квадраты 121 минус 4 көбейтілген 7 көбейтілген минус 6. Енді қараңыздар, 4-ті 7-ге көбейтсек, 4-ті 7-ге көбейтсек 28, мына жерде қараңыздар, бірінші былай жазайық. 121 минус пен минусты көбейткен кезде, екеуін көбейткен кезде қосу шығады. 4-ті 7-ге көбейтсек 28, 28-ді 6-ға көбейтсек 168, я? 168. Бұл екеуінің қосындысы 289. 289 дегеніміз 17-нің квадратын береді, я? Енді қараңыздар, x1 минус 11, минус болғанда 11-дің алды плюс болады. 11 минус 17 бөлінген 14. Яғни 11-ден 17 алсақ 6 шығады, минус 6 болады, ал мұнда бөлімінде 14 шығады. Бұл қысқарады, минус 7-ден 3 шығады. Келесі x2, енді 11 плюс 17 мен аламыз. Қараңыздар, бөлеміз 14-ге. 11-ді 17-ге қоссақ 28, бөлінген 14 тең 2 шығады екен. Түсіндік па? 7-сінде дискриминант 12-нің квадраты 144, азайтылған 4 көбейтілген 36 көбейтілген 1. Енді қараңыздар, 144-тің өзін жазып қоямыз. Азайтылған 36-ны 4-ке бөлсек 144-тің өзін береді, тең, азайтындысы 0-ге тең. Енді егер дискриминант 0-ге тең болса, оның бірақ мәні бар, яғни тең. Бұл дегеніміз 12, азайтылық 12-нің өзі болады. Бөлімінде минус в, сосын жерде бөлшек болу керек қой. Бүтін түбірден шығу керек, я? Бұл жерде түбір 0-ге тең болғандықтан 12-нің өзі болады. Бөлімінде 2 көбейтілген 36. Яғни 36 мен 12 қысқарады, 3 қалады, 1 қалады. Яғни 3 мен 2-ні өтсек 6-дан 1 шығады екен. Түсіндік па? 8-сінде қараңыздар, дискриминант в-мыз 1-ге тең, 1-дің квадраты 1 минус 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2 болады. Минус 2 болады, я? Енді 1 плюс, минус пен минус плюсті береді, 4 шым 12, 12-ні 2 көбейтсек 24, тең 25-ті береді. Енді x1 минус 1, 25-тің квадраты, 25 5-тің квадраты, ол 5-ге тең болады, бөлімінде 6, тең 6-дан 4, тең 3-тен 2 шығады. Келесі x2 минус 1, в минус в-ға тең еді ғой, 1-ге тең минус в болады. Енді минус таңбасын дискриминант аламыз, түбір асты 5-ге тең, одан кейін 2 көбейтілген 3-ті аламыз. Түсініп жатырмыз ба, балалар? Қараңыздар, минус 1 мен минус 5 минус 6-ны береді, 2 3-ім 6, сонда минус 1-ге тең болады. Балалар, осымен 0,5 есеп шықты. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға сұрап отырыңыздар.